Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шайдың пайдасы және зияны жайлы бөлісетін боламыз. Сол үшін ең алдымен каналға тіркеліп кетіңіздер. Жапондық және британдық ғалымдар тұтынылатын амин қышқылының мөлшері мен адам миының альфа толқындарының белсенділігі арасында тікелей байланысты анықтаған. Зерттеулер көрсеткендей, миға қара шайдың орасан пайдасы зор. Сонымен қатар тыныштық пен релаксин, тианин, яғни сондай жауаптарға жауапты болып келеді. Іріктемелі зейінді шыңдалады. Бұл фондық тітіркенгіштерге алаңдамай, маңызды бөлшектерге назар аударуға мүмкіндік береді екен. Және де қызықты мәлімет айта кетейін, Шерлок Холмс сүтті қара шайды жиі ішетін болған. Сонымен қатар шай иммунитетті көтереді, бірақ қара шайдың ағзаға да зияны болуы мүмкін. Суық тиген кезде қатты шай жапырақтарын ішу дене температурасын одан сайын жоғарылатуы мүмкін. Одан көрі лимонмен әлсіз шай ішкен дұрыс. Сонда сіздің иммунитетіңіз вируспен белсенді түрде күресе бастайды. Сонымен қатар шай денені тазартады. Шай жапырақтарында радиоактивті заттарды сіңіретін және оларды организмнен шығаруға көмектесетін фенолдар бар. Қара шай сонымен қатар тамырларды токсиндерден тазартады. Ұзақ өмір сыйлайтын сусындардың қатарына жатады екен. Жапонияда күні бүгінге дейін қара шайдың не қажеті бар деген сұраққа олар бұл ауруларды емдеп өмірді ұзартатын даналықтың дәрісі деп жауап береді екен. Шай инсулиннің өндірісін көбейтеді. Соның арқасында бақыт пен қуаныштың гормоны көбейеді. Бір кезде дәмді Қытай шайы стресстік жағдайдан кейін тезірек тынышталуға көмектеседі. Сонымен қатар Тибет монархтары неге соншама сабырлы және ақылды деп ойлайсыз? Әрине шайдың арқасында деп ойлайды олар. Зат алмасуды қалыпқа келтіреді және де күніне 3 кеседен артық шай ішуге болмайды. 4 кесе қанық шай ас қорыту жүйесін қоздырмайды, яғни тек тітіркендіреді. Ұйықтар алдында шай ішпеңіз. Шай ұйқыны ашады. Жүкті әйелдерге құрамында кофеин болғандықтан қара шайды көп ішуге болмайды. Күніне 1 кесе жеткілікті болады екен. Дәрілік заттарды шаймен қабылдауға болмайды. Шайда 200-ден астам биологиялық белсенді заттар бар.